кезінде көне түркі дәуірінде бұл кереге деген атқа ие болған дейді. Алтын сәндікке, күміс тазалыққа деген сөз бар екен. Алып қашу ол адамды өлтірумен тең жаза деп айтқан. Баланың алғашқы 6 аптасы қауіпті кезеңге жатқызған екен. Осы 6 аптасы 40 күн болып табылады. Ақымақтар, санасыздар ретінде қарайды, бірақ олардың санасы бар ғой, олардың сезімдері де бар деген сияқты. Қазақ ырымшыл халық қой, сонда қара суға қарап қалмасын деген мағынада сумен ауыздандырмаған. Имплантация органов жасайды ғой, мысалы, кез келген деңгейде, сонда қазақ ұлтынан болса деп сондай сұраныс болады екен. Шәмші Қалдаяқовты білмейтін қазақ жоқ қой, бірақ Өзбекәліні білмейтін қазақтар табылады. Қойшы болса ұл деген сөз, жылқышы болса деген қыз деген сөз. Мына жер маған жайсыз, маған жаман қарайды, маған мына жер ұнамайды деген. Айтпай ақ мына бір деталь элементпен көрсеткен болады. So, and action де қояды дейді. Армысыздар, құрметті көрермен. Мінекей осы наурыз айы келіп жетті. Соған орай біз өзіміздің кезекті подкастымызды жазып отырмыз, және соған орай наурыз мерекесі келді деп біз өзіміздің білетін салт дәстүрлермен бөлісуге ұйғардық. Бізде бір кішігірім өзгеріс, байқасаңыздар, 3-ші спикеріміз ауысты. Бұл менің құрбым Айгүл. Айгүл өте қазақи, сондай тәрбие алған, ұлттық нақышта әдемі киініп жүретін қыз, сондықтан осы тақырыпқа керемет үйлесімді болатын жан деп көрдік. Ендігі тақырыбымыз бұл салт дәстүрлер туралы айту, солардың біз біліп білмей жүрген жаңа қырынан таныту болып табылады. Бірақ осы тақырыпты таңдауымыздың бірінші себебі бұл біз Айгүл екеуміз алдыңғы жылдан бастап Отбасы хрестоматиясының қоғамдық қорының кітаптарын оқып қызыға бастадық. Оның біреуі мінекей Өзбекәлі Жәнібек, мәдени майдан туралы. Бұл жай ғана автобиография деп емес, бұл жалпы сол дәуірдегі өмір сүрген барлық алып тұлғалардың өмірін сипаттайды, қоғамға қосқан үлкен үлестерін сипаттайды. Бұл өте керемет кітап, мен ойлағаннан да әлдеқайда асып түскен болатын. Және де қазір мен өзім оқып жүрген кітабым бұл Қуыс кеуде кітабы. Міне Қуыс кеуде, мына жерде көрінем екен. Осында 2012 жылы Швейцарияда Женева қаласында пайда болған арнайы мүсін. Бұл мүсіннің пайда болуы бұл қазіргі заманның адамдарының әрбір 10 адам үлкен мәдени экзистенциялық фрустрацияға ұшырады. Оның іші қуыс, яғни ешқандай даналыққа, ешқандай құндылыққа толмаған. Ол көптеген осындай кризистік ситуацияларға ұшырайды, көптеген депрессияға ұшырайды. Сондықтан оның басты идеясы адамды осындай рухани, мәдени, әдеби құндылықтарды бойына сіңіру болып табылады. Және біз өзімізде соған орай осы өзіміздің кішігірім подкаст арқылы өзіміздің үлесімізді қосу болып табылады. Сонымен ортаға салып отырсаңдар, қандай салт дәстүр білесіңдер, оның түпкі мағынасы қандай дегендей. Маған өз ойым мәдениет, салт дәстүр деген өте сондай ауқымды тақырып. Мысалы, бұған тек қана бүгінгі подкаст емес, бір 10 шақты подкаст жазуға болатын шығар. Сосын маған осы кітапта бір ғана үзіндіні оқығым келеді. Уинстон Черчилльдің айтқан сөзі мына кітап. Премьер-министр екінші дүниежүзілік соғыс кезінде мынандай сөзі бар екен. Сол Уинстон Черчилльдің кабинетіне қаржы министрлігі кіреді. Келесі жылдың бюджетіне қол қойыңыз деп кіреді екен. Черчилль қарайды да, сол документке сонда мәдениетке аз ақша бөлініпті ғой, неге мәдениет саласының бюджеті аз деп сұрақ қояды екен. Себебі елде соғыс жүріп жатыр, бюджеттің көбі қорғанысқа кетіп жатыр деп жауап берді қаржы министрлігі. Біз не үшін соғысып жатырмыз білесің бе? Мәдениет үшін. Мәдениеттің негізгі өзегі тіл, тарих, дәстүр, әдебиет, руханият, дін, өнер үшін қан маңдайда жан алысып, жан берісіп жатырмыз. Мәдениетке ақшаны аз бөлетін болсаң, ода несіне соғысып керек деп айтқан болатын. Яғни өте сондай, рух беретін нәрсе. Сондықтан бастауымыз осындай. Смотри, алдыңғы подкастта бізде сен сау кесу рәсімі туралы айттың, салт дәстүрі туралы. Онан бұрынғы пайда болу тарихы не үшін қажет екен. Сол сияқты бір интересный, бір өзінің ойынша, өзің білетін бір салт дәстүр айтып кетсең, қазіргі күні әлі пайдаланатын, бірақ оның мысалы түпкі идеясын әлі адамдар дұрыс білмейтін. Қазақ тарихында екі түрлі мәдени соққы болған деседі. Біріншісі бұл
алтын орда дәуірі кезінде болған шапқыншылықтардың тигізген үлесі онда көне түркі дәуірінен қалған құндылықтарды сақтап қалу болды. Екінші кезек бұл КСРО дәуірінде болған соққы, яғни осы соққыға төтеп беретіндей қазақтың өзінің қанына сіңіріп өскен құндылықтарын сақтау болып табылады. Соның ішінде мен барлығымызға белгілі киіз үй туралы айтқым келді. Біреу киіз үй дейді, қазақ үй дейді, юрта және тағысын тағы. Негізі осы уақытқа дейін мифологтардың, мәдениетшілердің зерттеуі бойынша киіз үйді, ол қазір ғой бізге киіз үй деп аталынады, кезінде көне түркі дәуірінде бұл кереге деген атқа ие болған дейді. Уақыт өте келе бұл өзгеріске ұшыраған дейді. Және де мысалы мен мына жерде қарап отырсаңыздар, менде мында шаңырақ киіз үйдің бір элементі деп айтайық. Киіз үйде біз білеміз шаңырақ бар, уық бар, кереге бар. Мысалы қырық көрші елдер, Қырғызстанда, Моңғолияда дәл сондай киіз үйлер бар ғой, бірақ әрқайсының өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы Моңғолиядағы орналасқан киіз үйлердің олардың шаршы диаметрінің барлығы үлкен, бірақ олардың үстіңгі жақтары тегіс келеді. Өйткені ол жақта жел көп қой, және де олар ортасына осындай ауыр қазандық қойып, не болмаса ұзын андай таяқшаларды қойып бекиді де, ол сол жақтағы ауа райға төтеп бере алатындай қылып жасайды мысалы. Ал қазақ үйде ондай емес. Қазақ үйде біз қалың қар жауатын жерлерде өмір сүргендіктен, оның үстіңгі жағы мынандай қар тез түсіп еріп кететіндей бір сондай қанша қиғаш орналасқан, осындай ерекшеліктері болады. Және де біздің қазақ үйдің ортасында ешқандай бір қазандық, ешқандай ошақ болмайды. Яғни мындай тірелген болмайды ғой. Негізі осындай айырмашылықтар болады. Бірақ көшпелі мәдениет кезінде ондай конструкцияны жасау бізде болмаған деседі. Осындай ең үлкен айырмашылық болды дейді. Бірақ егер де қазақ үй керемет үлкен болатын болса, онда ондай конструкцияны пайдалана алатын. Мысалы, шатаспасам, енді ол ешқандай оқымаған ата-бабаларымыздың конструкциясы ғой, ойлап тапқан. Ал қазір осы технологияны пайдаланатын Сингапурда, Шанхайларда қолданады екен. Осындай 70-80, білмеймін, одан да үлкен метрлік ғимараттар салады да, ішінде бір амортизатор сияқты осындай равновесие, жер сілкінісі болған сәттерде соны сақтап тұратындай сондай бір қазан ошақ сияқты домалақ конструкцияны пайдаланады екен әлі күнге дейін. Ол бірінші кезек мен таң қалдырған. Екіншісі жалпы киіз үйдің пайда болу тарихы бұл анау ежелгі санскриттардан чакра дейді ғой, арбаның домалақ дөңгелегінен іспеттес болып пайда болған деседі. Және де киіз үйдің өзі екіге бөлінген ғой, сол жақ және оң жақ. Сол жақта бұл әйел адамдардың отыратын жағы, солардың дүниелері, солардың мүліктері орналасқан болатын, ал оң жағында ер адамдардікі. Бірақ бір қызығы осы қыз бала өседі ғой, жас өспірім болады, тұрмысқа шығатын жасқа жеткеннен кейін ол сол жақтан оң жаққа қарай ауысып тұра беруге осындай мүмкіндік болған. Өйткені қыз деген қонақ деп қараған болатын. Солай болып тұр бізде. Және де осы киіз үй бұл қазіргі ғаламшармен, өзінің әлеммен, космоспен байланысы бар конструкция деп атайды. Яғни олардың ежелгі философиясына қарасаң өте керемет. Және де тіпті киіз үйге кірген кезде төр жақ бар ғой. Ол төр де осы ежелгі түріктен қарағанда төр, ол қазір бізге почетное место деп айтып жатады ғой, бірақ ол төр, заң, төре, сондай маңызды алып деген сөзден шыққан деседі. Және де бір қызығы осы төр деген сөздің өзі басқа тілдерде де дәл сондай мағына береді. Орысша айтқанда высокое почетное место деп аударылады екен барлық тілдерде. Яғни түркілердің осы салып кеткен мәдениеті барлығында бір кішкентай бір бөліктері, іздері бар. Маған өзі қызық болды сол сәт. Киіз үй деген ат сонда қай кезде шықты? Киіз үй өзі бертін кезде шықты дейді. Бұрын сонда кереге деп атаса, қабырғасын керегені қалай айтады? Или барлығы бірге болды? Негізі, айтпақшы, есіме салған жақсы болды. Зира Наурызбай мифолог қой, ол кісі өте көп мифтарды зерттейді, аңыздарды. Сонда
дудар қыз деген мифті соған сілтеме жасады. Сонда аңыз бойынша ең әуел бастан пайда болған киіз үйлердің прототипі бұл жылқының кеудесі дейді. Яғни жылқының кеудесінде өте көптеген андай қабырғасы бар, сүйектері бар ғой, сол сүйектерді адамдар алып, андай бір конструкция жасаған қабырғасын сүйегін алды да былай керегені жасады, уықты жасады. Шаңырақ бұл енді күнтізбе сияқты уақыттың түсуін, ауаның таралуы деген сияқты соның барлығын жасаған болды. Яғни енді задумкасы енді керемет екен бар ғой, өзім таң қалдым. Сондай бір аңыз бар. Яғни бұл нақты болжап айту қиын шығар қай кезеңде пайда болған, бірақ әуел бастан кереге деседі лингвистердің айтуы бойынша. Қазір мифтерді оқып қарасақ барлығы ғой, кезінде норма болған нәрсе бізге қазір жат нәрсе, түсініксіз нәрсе болып көрінеді. Ондай салт дәстүрлер бізде көп. Мысалы біз айтамыз ғой, алып қашу салт дәстүрі бар деп. Жақын арада мен бір мақала оқығам, сонда алып қашу салт дәстүрі бертін кезде пайда болған дейді. Бертін деген бертін бір 20-шы ғасырда деседі. Яғни КСРО басалған сәттен біраз ары қарай пайда болды. Яғни қазақтарға сондай бір идеяны сіңіткендей сияқты болды. Яғни бұрындар қалай КСРО кезінде бүкіл тарихтың барлығы қайта жоққа шығарылды, көп нәрсе ұмытылды. Тіпті қазақ тарихының өзінде де жазу стилі де өзгерді, ол қайта латынша жазды, кириллицамен жазды, арабша жазды. Яғни бізге тарихи тізбекті жалғастыратын ақпараттарды танысу, оқу бізге қолжетімсіз болып қалды. Сосын бізге ары қарай білгіштер не айтады, сонымен ары қарай жүреміз ғой. Дәл сол кезде сол білгіштердің рөлін КСРО мемлекеттің елдері алған. Сонда қазақтар сондай біраз жабайы, олар қызды алып қашады, әйтет бүйтет деп. Әрине ондай кездер болды, бірақ бұрында бұл тіпті айтады ғой, жеті жарғыны оқып қарасаңдар, онда адамды алып қашу ол адамды өлтірумен тең жаза деп айтқан. Ол болмайды деп. Яғни ал егерде ғашықтардың бағы байланып болмаса, бір қыздың жасауы болмаса, жағдай болмаса, онда кезінде келісім түрде алып қашатын, ондай да болады. Бірақ негізі бұл қазақтың байырғы келе жатқанды салт дәстүрі деп айту қателік деп айтып жатады. Білмеймін енді, сөйтіп оқыдым жақын арада. Атастырып отырды ғой кішкене. Атастырып бел құда дейді, тағы да құдалардың түрі бес құда, неше түрлісі бар расымен де. То есть егер жігіт пен қыз келісіп тұра, ата-анасы келісім берсе, алып қашуға қарсылықтарың жоқ. Қазіргі заманда. Негізі қаламас едік. Әрине. Барлығы қызығын қызықтағысы келеді ғой баласының. Той болған қалайды енді, әрине шамаға байланысты. Танитын адам болса жақсы ғой енді. Негізі. Скорее всего, танымайтын адам келіспейді шығар қыз. Келсе, это ее выбор тоже. Бақытты болсын бастысы. Жаңа Заринаның айтқан, бұрында оқымаған ата-бабаларымыз деп айтып кеттің. Баса назар аударып кеткенде, шынымен де мен Зейнеп Ахметованың Күре тамыр деген салт дәстүрлер туралы кітабын оқыдым. Сол кітаптағы әрбір салтты оқыған сайын ғылыммен астасып жатқанына көзім жетті. Біз осы кезде Тяньшанскийдің сөзі еске түседі. Сонда қазақтарды оқытудың қажеті жоқ, олардың салт дәстүрі тынып тұрған тәрбие мен білім деп айтқан екен. Расында да мысалы осы кітапта барлығын сәби ананың құрсағына біткеннен бастап жазған әрбір салттарды. Сонда сәби ананың жатырына біткеннен бастап аяғы ауыр келіншекке бұрында енесі, жанындағы абысындары барлығы үлкен қамқорлық жасап, әрқашан оны қолдап, көмектесіп, сондай сол жүктілік мерзімін өте жақсы көңіл күйде өткізуіне көп үлесін қосқан екен. Ал осы жүктілік кезіндегі ананың эмоциясы, барлық сезімдері ол сәбидің өмірге сау келуіне әсер ететін қазір ғылым дәлелдеген. Сол кезде
үлкен енелері келіндеріне тіпті тыйымдарды, мысалы итті тамақ сұрап келген итке кет деп айтуға болмайды, малды тебуге болмайды деген сияқты салт дәстүрлерді үйреткен. Себебі ананың сол барлық көңіл күйі кейін сәби өмірге келгенде оның мінезінің қалыптасуына әсер етеді екен. Сонымен қатар сол бұрын кіндік шеше деген болған. Және мысалы қазіргі заманда барлығы перзентханаларда бізде акушер-гинекологтар кіндігін кеседі, ал бұрынғы заманда кіндік шеше деген арнайы тағайындалған екен. Ол қазір осы салт әлі де батыста қолданылады деп естідім. Сонда жаңағы бір өзі тағайындалған адам ананың екі қабат кезінде көмектеседі, одан кейін сәби туғаннан кейін тіпті жетіліп жеткенге дейін көмектеседі екен. Оларды үнемі қолғабыс болған дейді. Және бізде сол кезде кіндікті лақтырып тастамаған. Кіндікті мысалы ер баланың кіндігін әрқашанда ол түздің адамы ретінде ұлтын жерін қорғайтын батыр болсын дегенмен таза даладағы бір жерге байлаған тастаған екен де, ал кіндіктің өзін табалдырықтың астына қойған. Шатып кеттім. Қазір. Қызық екен. Кітапты тауып оқысаң, керек, мен Каспийдан іздедім, таба алмадым. Сендер осындар ғой оқиды береді. Так интереснее. Алып қайтем деп па? Сендерді угощу там кофемен айтып бересіңдер. Дұрыс айтқан сияқтысың. Дұрыс екен. Когда не сомневаюсь в себе. Ондай нәрсені мен өзім білмедім. Бірақ ана табалдырыққа тұрма, табалдырыққа сүйме деп айтып жатады ғой. Сосын мен оқығаным, бұл табалдырық тағы да киіз үймен байланысты бағана айтып кеткенде, табалдырық бұл сыртқы әлем мен ішкі әлемнің екеуінің арасында тұрған бір портал, арка сияқты дейді ғой. Онда адам міндетті түрде табалдырықта баспай аттап өту керек дейді. Өйткені табалдырықтан бассаң, егерде сол үйдің бақытын құтын алып кетесің дейді, сыртқа қарай дейді. Сосын сол жерде тұрып таянба дегені бұл екі әлемді тірі адамдар мен аруақтардың арасындағы бір портал дейді. Сол порталды тұрып былай болмайды. Сосын ана кіндікті айттың, яғни бірнеше нұсқалар бар екен. Сен айттың ғой, тұруға болмайды. Мен кішкентай кезде солай, маған просто тұрмады айтатын солай. Көп нәрсе маған айтады, тыйым салатын, айтпайды, не үшін екен. Просто запрет. Бізде де сол ғой, болмайды, болды. Неге десең, болмайды, болды. Жауап сондай болатын. Қазір өзіміз ізденіп отырған түріміз ғой бұл. Неліктен болмайтын? Не отты баспа, оттың басын басуға болмайды, отты үрлеуге болмайды дегені, себебі қыз баланың кіндігін оттың басына көнген екен. Отта сосын киелі ғой, тазартатын, ол енді тәңіршілік кезінен келе жатқан. Негізі Қазақстанда қазір ислам дініне берілген адамдар, олар бұрынғы біздің тарихымызды жоққа шығарғысы келеді ма, білмеймін. Олар тәңіршілдік деген кезде мен бір таныстарым бар. Не болды сен ана тенгрианецтерің деп андай бір кекетіп мұқатып сөйлейтіндер бар. Сонымен айтамын, сен қызықсың. Шелпекті жасап жатырсың ба? Жұма сайын, қызықсың. Қырқынан шығарып жатырсың ба? Не істеп жатсың? Сонда ол қайдан шыққан нәрсе деп, мысалы. Сосын кейбіреулер айтады, жоқ, ол бұрынғы күнге табынушылықпен бірдей зороастризм дейді. Негізі зороастризмнің кейбір сенім нанымдары тәңіршілдікке ұйқаспайды мүлде. Кереғар келетін жерлері де бар. Яғни мән білмей жатып, уже сөгіп жатқанын өзім кейде налаймын. Олай емес қой деген сияқты. Сондықтан уақыт өткен сайын, жыл өткен сайын мен өзім де бұл тарихқа, әдебиетке үңіле отырып таңғаламын ғой. Неткен сол кезде білім, ешқандай жоғары оқу орындарын оқымай жатып, сондай биік санаға жеткен. Біз әлі күнге дейін талай оқуын оқысақ та санамыз әлі таяз болып жатыр барлығымыздың да. Менікі таяз, бірақ оқымаймын. Сен оқысаңдар да болмай жатыр, мен оқымаймын. Жаңа сен кіндік шеше деп айттың ғой. Сендерде бар ғой кіндік шешелерің? Менде жоқ. Жоқ па? Рас па? Былай перзентханада арнайы кіндігімді кескен деген адам жоқ. Бізде тоже кеспеген.
но кіндік шеше деген тоже арнайы тағайындалған. Ну біз всегда кішкентай бала туса біздің жақта кіндік шешесін таңдайды ата анасы. Иә, ондай бар. Береді. И ол сол көмектесіп жүреді постоянно, там туған күнге побольше подарок береді. Қыдыртады постоянно. Менің балам жүреді, екінші мама деп айтамыз. Ол кезде мысалы перзентханада кіндігін кеседі де, адам жай ғана тағайындалады ғой, бірақ қамқорлық жасап жүреді. Ал бұрынғы кезде кіндік шеше өзі кескен екен да, және сол баланы кім бірінші қолына алса, соның қасиеттері, тектілігі соған дамып, и баланың жадында сақталып қалады деген, не подсознательным уровне, баланың жадында сақталып қалады деген екен. Сондықтан да мысалы бала өмірге келгеннен кейін оның туыстарына ұқсамайтын қандай да бір қасиеттері шықса, соны бұл кіндік шешесіне тартқан деген, кіндік шешесінде қасиетін алады деген бар екен. Асайна жаман қастыр осы, кіндік шешесін біз жақта жаман. Жаңа сен қырқынан шығару туралы айттың ғой. Сонда қырқынан шығару біздің бұрыннан бері бар ғой салтымызда, және дүниежүзілік сақтау ұйымы өзінің зерттеуінде баланың алғашқы 6 аптасы қауіпті кезеңге жатқызған екен. Осы 6 аптасы 40 күн болып қалады. Және қырқынан шығарғанда бұрында емес, қазір де күміспен істейді ғой, суға. Сонда күмісті салады да, соның үстіне 40 қасық су құяды. Ал қазір кейбір мысалы тиын салып жатады деп байқадым, бірақ соның барлығы дұрыс емес екен. Себебі тиын деген ол көп адамның қолынан бірге жүреді да, ол микробтар жинайды. Ал күміс ол таза. Бұрынғы замандарда ыдысына қарап ішкен деп айтады ғой, күміс ыдысқа деп. Сол күміс суды тазартсын деген ниетпен салады екен. Сондықтан оған алтын сәндікке, күміс тазалыққа деген сөз бар екен. Осы суды және салғанда 40 қасық суды әртүрлі тілек айтып салады ғой, жақсы ниетпен. Осыған қарай, мысалы кейінгі кезде көп айтады ғой, суға жақсы тілек айтып ішу керек деген сияқты. Соны зерттегенде су ол өзіне ақпаратты қабылдайды және оны таратады. Сонда мысалы бір зерттеулер жасағанда су кристалданады ғой, сонда егерде ол жақсы ақпарат жинаған болса, оның кристаллы симметриялы түрде әдемі түседі екен. Ал егер жаман энергия жинаған су болса, оның осы екі судан жасалған кристалға қарап бірден қандай энергияны жинағанын білуге болады деп. Осыны зерттеген ғалым бар екен, бірақ атын ұмытып. Су барлығын жинап өтеді ғой, энергияны да, ақпаратты да. Кстати, алдында Дәулет Бақиянның жоқ, Науғалдың айтқан сөзі бар. Қазіргі сулардың барлығында бұрынғы динозавр, сол замандағы динозаврлардың даже не бар, ДНК-лар бар. Любой суда даже осында бар. Мамонттардың суын ішіп отырмын деп айтып жатады ғой біреу қалжыңдап. Иә, рас. Қазір тіпті мен тағы да таңғалатын тұс бар, осы жерде. Біз қазір оны оқып отырмыз, айтып отырмыз, бірақ біздің ата-бабаларымыз бұрыннан бері соны білген ғой. Қайдан университет бітірген жоқ, мысалы, ол кезде обсерваториялар жоқ. Бізге университет тоже айтпады ғой. Жоқ, мен мысалы ақпаратты әр ресурстардан алуға тырысам ғой. Сонда қазір неше түрлі нелер бар. Регрессолог бар, емшілер бар, ченнелер, в общем, түрлері көп, олардың барлығын айтатыны осы ғой. Тіпті кейбіреулер осы суға алады да Әл-Фатиха сүресін оқып, өздері айтып, ары қарай өздері ішеді, ем болсын деген сияқты. Яғни тегін емес нәрсеге таңғалам. Дәл қасиеттері де көп, дұрыс. Мен оған сенемін, өзім білмеймін. Бір жақтан мен де сенемін, өйткені айтылған сөз, істелген істің барлығы ол энергия, бұл вибрация. Энергия ең басты валюта ғой қазір. Рас. Сосын өте қызық екен, мен білмедім кейбір нәрсе. Сосын айтып жатады ғой, қазақ тілі қазір көп калькаға ұшырады негізі. Барлығы орыс тілде ойлағаннан кейін орысшаға аударады. Көптеген нәрселер дұрыс емес. Мысалы, осы кіндік шешені алатын болсақ, кіндік шеше тең крестная мать деп айтып жатады. Олай емес мүлде. Олардың атқаратын істері, функциялары әртүрлі ғой. Мен өзім таңғалғаным, крестная мать деген бұл біздің кіндік шешеге тең емес. Яғни ол сол баланы алып, соның өздерінің діни сенім нанымдарына үйрететін духовный наставник ретінде таңданатын адам екен, мысалы. Олар оны өздері біле ме екен? Мысалы, ол кәдімгі баламен жасайтын жұмыс.
өскенше дейін. Соның діни көзқарасына, руханиятына жауап беретін адам екен. Оларда отец и мать екеуі де бар ғой. Бізде тек кіндікші ғана қой, әке деген жоқ қой. Ну қазір кіндік әкесі деп айта салады енді. Потому что крестныймен бірге істеп жатқан шығар, может солай бірге. Мүмкін. Или там тұрмыс құрмаған қыздан да Иә, неше түрлі қыз айтып жатады. сендер бірге крестныйсыңдар ма? Жоқ. Кіндік мүшесіңдер ма, точнее? Жоқ, сен Жоқ па? жоқ, өзіміз құрбыларымыз енді тұрмысқа шығып отыр ақырында. Барлық қыз қалды екен ғой сіздер. Иә, алды. Дұрыстап тәрбие беріңдер, хорошо? Тырысамыз енді деп. Мен кіндік шешем мүлде маған назар аудармады мысалы. Виданды айтсайшы қазір осы. Өзі аты бойынша бар, бірақ өзі көрмегелі неше жыл болды өзі. Осы видеоны. Ондай болмау керек деп па? Иә, ренжіп жатыр жер. Аман болсын, кім болса да. Ол тоже солай жүрген шығар жақта. Аман болсын, қайда жүрсе де. Иә. Сосын 40 деп 40-тан шығару. 40-ынан шығару дегенде бізде 40-ынан шығару және 40-ын беру деген екі түрлі нәрсе бар ғой. Сонда 40-ынан шығару деген адамның еті мен сүйегі 40 күнде бірге деген. Ал 40-ын беру деген керісінше адам неден өткеннен кейін еті мен сүйегі 40 күнде ажырайды екен. Соған байланысты 40-ынан шығару және 40-ын беру деген шыққан дейді. Да, күшті информация. Я сен маған бір кітаптың бөлігін фотоға түсіріп жібердің ғой. Сонда әрбір 40 күн сайын жатырда жатқан баланың эволюциясы жүреді. Яғни жатырға енеді 40 күнде, эмбрион болады, иә? Иә, қанға айналады. Қан жүйесі пайда болады, сосын Сосын биологияда. Иә. Осында шынымен күшті жазылған, белгілеп алған едім. Сендер книжный клубта оқисыңдар бір кітапты определенный уақытта, потом обсуждаете оны, да? Жиналып. Негізі иә, бірақ онда біз орыс, ағылшын тілдерінде оқимыз. Мына кітапты біз өзіміздің жеке қызығушылығымыз бойынша. Ну, потом вы сидите обсуждаете бір кітапты. Жоқ, өзің оқып бір сенің кітабың ғой. 40 күн 40 саны адам жаратылысымен тікелей байланысты болғандықтан қасиеттейді. Адам бір тамшы ұрық суы 40 күнде қанға айналады. Қаннан 40 күнде етке айналады. Тағы 40 күнде еттен сүйек пайда болады. Одан 40 күннен соң ет пен сүйекке жан бітеді. Және 40 күн өткенде жан алғаш ет пен сүйек адам пішініне енеді. Содан кейін шақалаққа сезім жүйесінің пайда болуына 40 күн кетеді. Тағы 40 күнде бала толысады. Сөйтіп 280 күн 40 аптада, анығын айтқанда 9 ай 9-10 күнде нәресте өмірге келеді екен. Баланы 40-нан шығару осы 40-тардың жалғасы болып табылады екен. Одан кейін тағы 40 бар ма? 40-нан шығарғаннан кейін? Шығару, иә. 80 күн. 40-нан шығарған кезде ұлдарды 37-38 күнде ертерек шығарады ғой. Қыз баланы 40 күннен кейін. Және әйелдің 40 жаны бар деген, ол керісінше сол әйелдің мысалы қыз баласының бір жерде бағы жанбаса, басқа бір жерде бағы жанады деген мағына екен. Тұрмыстық мағынада емес, жалпы өмірде. Сосын айтпақшы, қызға 40 үйден тыйым деп айтып жатады ғой. Ол яғни қыз баласы бүйтпеу керек, сөйтпеу керек деген мағынада емес екен. Керісінше қамқорлық. Иә, ол қамқорлықтың белгісі болған. Яғни бұл қалай деп? Қазір дәл нақты сөзбе-сөз айта алмаймын, бірақ әрбір мынандай үйге жола ма, ол жақта үйде түнеме деген мысалы қалай? Өңшең ер адамдар жиналған үйде түнеме деп ер адам бар, бірақ қонаққа келген. Иә, әйелі жоқ, барып үйге түспей қонба деген. Яғни сондай қамқорлық ретінде айтылған сондай тыйымдардың жиынтығы екен негізі. Ал бізде қалай? Қыздар бүйтпеу керек, сөйтпеу керек деп тағы да дұрыс түсінбей жатады. Яғни андай негізгі салт дәстүрдің құндылығын білмей, қазір көбінесе салт дәстүрге де қарсы шығатындар көбейіп кетті ғой, иә. Ой, осы қазақтың салт дәстүрлері не актуальный, ол қызды қорлағанмен тең деп неше айтшы. Сол кезде мен расымен де ренжим. Өзің оқып зерттеп көрдің бе осының барлығын? Неужели біз біз ғана оқып жатырмыз деп кейде таңғалым. Тағы да айтқым келгені бұл ата-бабаларымыздың табиғатпен үйлесімділікте өмір сүруі. Мен үшін өте маңызды тақырып. Қазір біз неше түрлі
жаңалықтарын естіп жатырмыз ғой. Мысалы Түркия елінде бір азамат жақын арада бір мысықты өлтірді, сол үшін 3 жылға қарай оны түрмеге соттады. Бізде де неше түрлі сондай бір итті ұрды, өлтірді, ұрып соқты, неше түрлі сондай жауыз істерді естіп жатырмыз. Ол неге деген сұрақ туындайды екен адамзатта. Ол адамдардың бойында құндылықтардың кетуі дейді тағы да. Неге десе, бұл бір ғалым бар, Арне Нес деп аталады. Сол ғалымның бір байқаған бір картинасы бар. Ол балалардың қазіргі заманда барлық аң-құстарға, жануарларға биологиялық тұрғыда көзқарасы қалыптасты. Мектепте оларды неше түрлі отрядтарға, класстарға бөледі, бірақ олардың андай киелі тұстарын мүлде түсіндіріп айтпайды дейді. Балалар жануарларға сондай как низшие формы жизни қарай ма? Иә, ақымақтар, санасыздар ретінде қарайды, бірақ олардың санасы бар ғой, олардың сезімдері де бар деген сияқты. Соны байқап отырған кезде барлығы биология жағынан қаралады. Сөйте келе ол кісі экософия деген жаңадан бір ілімді ойлап тапқан болатын. Яғни бұл әрбір киелі құсқа, жануарға өзінің бір киелі тұстарын айтатындай және оларды жаманшылықтан қорғайтындай бір аңыздарды шығарумен айналысатын болды. Мысалы, бір топ балалар көшеде ойнап жүрген кезде бір қарлығашты көрді. Қарлығашты көреді, соны садақпен атпақшы болады да, жоқ атпа, оны атуға болмайды ғой. Қарлығаш киелі құс деп айтады. Бір ғана аңыз оны сақтап тұр. Бірақ қарлығаштар мысалы ешқандай қызыл кітапқа еніп сондай қана дефицитті болып жатқан жоқ. Оның тек қана оның өзінің бұрыннан қалыптасып кеткен аңызы сақтап тұр, мысалы жаманшылықтан. Ал жарайды дейді, мына жақта біраз өткеннен кейін басқа құстарды, кептерді көреді. Міне осыларды атайық десе, онда ешқандай келісі жоқ қой, айтсаң ата бер деп айтыпты. Яғни бұл адамдардың қарым-қатынасы мынау киелі емес екен деген сияқты. Соны бірте-бірте енді сол экософия іліміне келді. Осы Санжар Керімбайлардың жазған кітаптарда бар, сондай жақсы. Барлығы дінмен байланысты, дегенмен де балаларға жаттарын сақтау үшін жақсы ақпарат болады деген ойдамын. Сондай-ақ, мысалы біз қазір дабыл қағып жатырмыз ғой, Қазақстанда туризмді көтеру керек, мәдениетті қалыптастыру керек, сондай-ақ осы аң-құстарды барлығын қалыптастыру керек дейміз ғой. Бірақ ол жағынан қазіргі Таиланд мемлекеті өте жақсы осы стратегияны қабылдап түсінген уақытылы. Оларда да дәл сондай. Оларда енді түрлі-түрлісі бар ғой, пілдер бар, маймылдар бар, оларды көресінді көрсеткен кезінде, бірақ сосын ол жақтағы, қазір есімін ұмытып тұрмын, тағы да бір ғалым сол жақтағы Будданың 2,5 мың жыл бұрын айтып кеткен аңыздарын ақтарып отырып, сол кездегі маймылдың бір киелі тұстарын, пілге деген барлығын жинап қойды да, сол жаңадан ұрпақ тарай бастады. Соны сіңіріп өскен. Сөйтіп 25 жылдан кейін оларда кәдімгідей жаңа қоғам пайда болды, санасы бекек сондай бола бастады. Сондай-ақ қазіргі біз білетін Таиланд осы деңгейде сақталды. Табиғаты, әдемілігі, жануарлары деген сияқты. Яғни адамға ең алдымен бір идея берсең, жақсы тұстарын түсіндіре кетсең ғана сондай бір баппен тиянақты өсет деген қағида бар. Жаңа жануарлар бойынша енді не ғой, вселенная баланс бар ғой, всемирный әлемдегі. Егер бір жануарлардың көбісін жойып жүрсе, неде? Қашан? Америка или Канада, я не помню. Бір код неден природный парктан 8 қасқырма жерген. Соның арқасында бірнеше жылдардың ішінде, 10 жылдан кейін ба, полностью қайтадан орман қалпына келген. Өйткені оған дейін қасқырлар жойып жүрген кезде бұғылар көп болып кеткен да. Олар бүкіл нелерді қуып жүрген біраз жануарларды, плюс ағаштардың бәрін қиратқан, плюс шөптердің бәрін жеп қойған. В итоге ол прям пустыня бола жаздады. Қасқырлар жүріп, бұғылар азайғандықтан басқа жануарлар көбейді. Это как бы естественно отбор ғой, но оларда всегда какой-то гармония бар. То есть олар біреу көп болып кетсе, онда уже табиғатқа зиян келеді. Бір какой-то жануар, даже безобидный, мысалы, хищник емес, травоядный жануар болса да, соның өзі природалық какой-то бір табиғи апатқа ұшыратуы мүмкін. Теңізде де сондай нәрсе.
егер там хищниктер тым көп болып кетсе немесе аз болып кетсе это тоже балансты бұзып жібереді. Поэтому бірақ енді адамдардың енді массовый истреблениясы ол как бы либо по необходимости болуы мүмкін, либо это вот уже адамгершілікке жатпайды. Но егер просто так жай жатып жүрген жануарларды просто былай адам өз бетімен зиян келтірсе, это уже можно сказать варварство, адамгершілік емес. Поэтому неде мысалы неге зиян келтіретін егістікке зиян келтіретіндерді дәрілеу это как бы это нормально мне кажется. Не большом количестве все равно ақырын ғой. Орман санитары келіп бәрі түзелді дейсің ғой қысқасы. Рас. Табиғатпен үйлесімділікте. Адам көп барады. Ренжіп отырсаң. Жануар демекші, біз қазір соғым соямыз, стейк деп сиыр етін жейміз ғой. Тағы да кезінде сиыр бұл 4 түрлік малға жатпаған. Сиыр бұл тек қана сүтін пайдаланған, ары келсе терісін пайдаланған, бірақ етін ешқашан жеп пайдаланбаған екен. Ашаршылық уақыты басталған сәтте енді запастар азаяды, мал да сирей бастайды. Содан кейін адамдардың барлығы еріксіз түрде сиырларды жей бастаған, сойып. Сиырды вроде баяғыдан жейді ғой. Жоқ, бертін келе жей бастады. Ол бұрында малға жатпайтын 4 түлікке. Білесің бе? Даже малға жатпай ма, как обидно. Да, соғым деді ғой, күшті былай жылы прозвучало. Соғым сөз жүрегіме. Енді соғым сойса, обычно көбінесе жылқын сояды ғой. Бірақ сиыр, мен де өзіме де таң қалдым мысалы. Сиыр етін бұрында жемейтін. Соя болатын. Бізде бір күшті. Бізде тиен жоқ қой, солтүстікте. Біз каждый жыл сайын бізде қой бар, жылқы бар и сиыр. Соны сойып, вот по очереди сойып отырамыз. Соғым енді жылқы, но біз все равно жылына бір рет, немесе жылына 2 рет бұқан соятынбыз. Қой это вообще там праздник біреу келді ма қой. Находнаги деп. Да, и қаз бен тауық болатын тоже бұл жақта часто соятын. Это вот просто жай. Даже иногда біз туыстар көп келсе жиналатын болсақ, просто там чтобы посидеть бәріміз шашлык істеу үшін все бір қойда свидание тоқтап. Мен өзім де таң қалдым сиыр етін жемегенмен, ойлап қоймын, сол ғасырда өмір сүрсем мен аш қалушы едім ғой дегенде сиыр етін ұнатам да. Жылқы ше. Жылқы да жақсы ғой тоже, бірақ андай ол енді сәл ауырлау ғой. Жылқынікі жеңіл. Иә, өйтіп айтады енді өзіме солай енді. Жылқы майы да жеңіл. Май жемеймін. Нет, вот мысалы қазы майын жейсің ба? Қазы ол вообще жүрекке тимейді, это вообще легко. Иә. Вот даже кішкентай кусок ет, но үлкен май болса да, екеуі прям күшті сочетается. Но басқа малдан енді кішкене ауыр. Он там прям үлкен кусок ет или нанмен потом май жеу керек. Қазынікі прям легко кетеді ғой. Иә. Жоқ енді жалпы дегенім ғой. Білмеймін, өзім сиыр етін қатты ұнайды. Ойлап қоямын, мәссаған. Мұрат, говядина. Или простолюдинка деп қалжыңды. Иә. Тағы қандай салт дәстүрлер бар? Соғым дегенде есіме түсті. Мысалы бізде қазір бешбармақ айтады ғой, біздің ағзамызға зиян деп. Айтатындар бар ма ондай? Солай, мысалы бауырсақ деген майлы, ет деген ауыр, мысалы адам ағзасына зиян деп қазір нутрициологтар сондай көп естиміз. Бірақ та біздің қазақтардың ағзасы ондай нәрсеге бейімделген дейді. Адамның генетикасында ол сақталып отырады. Мысалы бұрында кішкентай балалардың ауыздандыру деген салт бар екен. Сонда маймен ауыздандырады екен. Сол үшін бізде асқазанның жаман аурулары біздің бұрынғы заманда көп болмаған дейді. Өйткені баланы маймен ауыздандырғаннан кейін оның ағзасы сондай нәрсеге дайын болады екен. Ал және сумен ауыздандыру деген нәрсе болмапты. Себебі қазақ ырымшыл халық қой, сонда қара суға қарап қалмасын деген мағынада сумен ауыздандырмаған екен. Бірақ өз басым көрген жоқпын. Сондай салт туралы естідім. Мен ылғи да осы тамақ туралы айтады ғой. Сол кезде айтамын ғой. Мен басқа ұлт өкілдерінен достарым бар, олар мысалы айран сүт іше алмайды. У меня непереносимость дейді. И ол сол ұлттың ерекшелігі мысалы. Ал біз неме оны ішіп үйренгенбіз ғой. Сондай-ақ расымен де ұлттық ДНК-да болсын,
ағзаның ерекшеліктері расымен де келісем. Мен айтам ғой ылғи да имплантация органов жасайды ғой мысалы кез келген деңгейде, сонда қазақ ұлтынан болса деп сондай сұраныс болады екен. Өйткені олар кез келген асты қорыта алады, осындай ауыр еттерді, майлы тағамдар жей алғандықтан солар сұранысқа ие болады екен. Жақсы ма жаман ба білмей тұрмын ғой. Негізі иә, бірақ андай қазаққа шығар енді, білмеймін не болса да. Сосын енді эко жасаған кезде аталықтан ұрық алған кезде де дәл солай екен. Яғни ДНК-сы мықты болады дейді. Олар ауыршаң келмейді, және де осындай бір ағзаның ерекшеліктері бар. Расымен де. Әдемі болып кетсейші. Бірақ домбыраны естісе арқасы қозиды болады. Иә. Тіпті бізде мысалы тұсаукесер салты тек қана қазаққа тән салт қой. Мысалы айтады ғой, орыстардың тұсауын кеспейді, неге олар сүрінбей жүре береді дегенде. Сол жайлы осы кітапта Зейнеп Ахметова әр ұлттың өзінің ұлттық гені болады да, ол наным сенімі тек қана сол ұлтқа әсер етеді. Мысалы сіз басқа ұлттың тұсау кеспегені ол ешқандай да әсерін бермейді, ал қазаққа ол өз әсерін береді. Өйткені ол жылдар бойы қайталанып келген процесс та, оның генінде сақталып қалған дейді. Иә, рас. Қазақтың гені демекші, біз өзі не көрмедік деп тұрсаң. Мың өліп, мың тірілген халықпыз. Рас енді тарихқа үңілсек, мен ең қатты таңғалдыратын нәрсе, қазақтар бұрында ұсақ түйек детальдардан адам туралы ақпараттың барлығын жинап алатын. Яғни ауылды жерлерде енді киіз үйде отырасың, саған жолшыбай бір жолаушы келеді үйге, иә, танымайсың, киімінен, ұстаған тіпті қамшысынан уже біліп тұрасың кім екен. Мен үшін өте үлкен жаңалық болды. Мысалы, қамшының өріміне байланысты адамның әлеуметтік статусын білген. Қамшы өрімі 2, 4, 6, 10 деді, 12, 14 сөйтіп бөлінеді екен. Және сол өрімнің санына байланысты адам статусы, ол қой бағатын адам ба, би ма, болыс па, балгер ма, сондай батыр ма, соның өрімдеріне қарап сразу байқап отырған екен, кім келген қонаққа. Мен айтам ғой, не деген керемет, иә, сондай қатты сұрап алсың. Паса месяц и би, и молчай. Бәрі де мүмкін деп па. Қамшылардың тастамаған ғой соның қолда. Қамшымен ем деген, сосын тағы келі нәрсе. Сосын айтады ғой, қамшысы әрдайым ілініп тұрған жерде жаман энергия болмайды, жын шайтан жүрмейді деген сияқты сондай сенімдер бар. Кстати, бізде ауылда көп үйлерде қамшы болатын. Прям ілініп тұратын. Қазір енді жоқ, ондай көбісіне көрмеймін. Біз үйде бар қамшы. Сөйтіп элементтерге сондай баса назар аударып бәрін біліп отырған. Сосын мен айтамын да, тура адамның бетіне тура сұрамай, тұспалдап, мақал-мәтелдеп сұрағаны сондай сүйсіндіреді мені. Мысалы, қойшы туды ма, жылқышы туды ма дейді. Қойшы болса ұл деген сөз, жылқышы болса деген қыз деген сөз. Ұл ма қыз ба дейміз. Жылқышы деген өйткені қыздың жасауында жылқылар үйір жылқы берген немесіне, қалың малына мысалы. Жылқы санына байланысты болды. Ал қойшы туды деген ұлдар қой бағып жүрген. Соған байланысты. Бұрын тіпті реніштерін тіке айтпаған деп айтады да. Егер адамға реніші болса, қойдың басында бергенде тісін қақпай берген екен. Сонда адам тісіне қарап, маған тісін қайрап жүр екен ғой, маған өкпесі бар екен ғой деп білген. Осыдан шыққан екен ғой, тісін қайрап жүрді. Иә. Міне, өзімізде жаңадан біліп отырмыз. Солай болады. Вспомнить кім. Қолымдағы сақинаға қарап есіме түсіп кетті ғой, сосын. Білмеймін, рас па өтірік па, негізі тексеру керек, бірақ айтады, қыз бала негізі мына сақинаны мына қолға тақпаған дейді. Мына қолға сақина тағылса, онда әкесінен айырылған қыз бала екен, етіп көрсетіп отыратын. Сразу жиында отырыстарда білініп тұрады екен. Сосын тұрмысқа шықпаған қыздар құсмұрынды киіп жүретін ғой, құсмұрынға жата ма? Практически, почти құсмұрынға жатқан. Бұл
бір жыл бойы қыз ұзатылғаннан кейін өзінде сақталады. Бір жылдан кейін егер де үй іші бәрі аман есен болса, егер де сол жаңа түскен үйге сіңісіп кетсе, ол осы сақинасын мамасына беріп қайтарады екен. Мен өз құтты орныма қондым, бақыттымын деп. Ал сосын ата-анасы келеді ғой үйіне қонаққа. Әдетте ол бір жылдан кейін келуші еді ғой, бұрындар өйткені бәрі алыс. Сонда егер де бұл сақинасы былай білекке қарай қарап тұрса, керісінше киілсе, онда мына жер маған жайсыз, маған жаман қарайды, маған мына жер ұнамайды деген айтпай-ақ мына бір деталь элементпен көрсеткен болады. Сен неге оң қолын тағып алдың? Енді қайда тағам? Нет, мына бала тақпайды. Жоқ, мына бармақ саусаққа. Мен что-то қол Ортаңғы бердім ғой, саусаққа. саусақ десе шошып жүрмін ғой. Жоқ, ортаңғы саусаққа тақпайтын. По идее осындай күшті осындай нелермен, знактармен айтпай-ақ өз туралы керек маңызды ақпараттарды бергені. Сақинасына қарайды, қамшысына қарайды, қай өңірден екен. Мысалы қазір қыздар көбінесе киіп жүр ғой, мынандай үлкен алқалар. Алқа емес, бұл енді өңір жиек деп аталынады. Ол өңір жиек көбінесе батыс Қазақстанда тараған. Тіпті солардың мәдениетін қорғандарын тапты ғой, солардың зергерлік бұйымдардың барлығы өңір жиек, ауыр нәрсе. Мысалы бізде шығыс жақта ондай болған жоқ. Бізде шығыста көбінесе білезіктер, сақиналар көп болды. Болды енді алқалар, бірақ дәп сондай өңір жиек сияқты емес. Ұзынан ұзақ киген нәрсе өңір жиек деп аталынады, мысалы. Бірінші естірген сөзді. Мен түсініп отырмын. Бізде тоже білезікпен сақина ғана қасында. Кішкентай, моншақ болуы мүмкін. Сосын айтып жатыр ғой, мына қолға білезікпен киеді ғой, мына жерде 3 сақин 5 білезікке. 5 білезік деп жатыр, бірақ өзі үшеу деп қалжыңдаймын. Мына үшеуін тағудың себебі де неге үшеу деген сұраған кезде, ол қыздың жұрты, нағашы жұрты, өз жұрты, қайын жұрты деп айтады. Осы үшеуінің бірлестігінде ұшталған бір сондай бір, яғни әрбір киген элементтің, нәрсенің әшекей болсын, киім болсын, өзінің бір барлығын біріктіретіндей сондай керемет нысаны бар, идеясы бар. Олай мен үшін бір үлкен жаңалық болды, таң қалдым ғой, қандай философия деп барлығын біріктіру. Сосын қазір есіме түсіп отыр, бәрі айтып отырмын. Тағы да не? Айтып жатады ғой, сүйенішіңді бер, көрімдік бер деген сияқты. Көрімдік ол жиі таралып кеткен нәрсе, бірақ көбінесе көрімдік бір бөлек, сосын байғазы бір бөлек. Естісіздер ме? Иә. Айтшалды. Арасындағы айырмашылық қандай? Байғазы затқа береді, көрімдік адамға сондай. Молодец, осы айтқан дегім, яғни көрімдік тірі жанға береді, байғазы жаңа нәрсеге, затқа береді. Сол я прошел тест. Иә. Тағы да қоса айтқым келгені, бұл кітапты мен расымен де бір автобиографиялық сондай бір өзіміз үйреніп қалған бір кітаптардың бірі деп ойладым. Өте қатты қателестім. Иә, мұнда салт дәстүрлер туралы да айтылған, сол заманның бір ішкі саяси жағдайларда жазылған өте қызық маған болды. Өзіме жаңалықтарды көп аштым, мұнда өзімнің белгілеп алған тұстарым көп. Бірақ соның ішінде қазір бөліскім келген нәрсесі бұл Ғани Мұратбаев деген тұлғамен. Ол кісіні бірі біледі, бірі білмейді, бірақ көбісі білмейді екен байқауымша. Ол кісі жас жігіт болған, Қатардағы студент болған жігіт, небәрі 23 жыл өмір сүрген, бірақ сол 23 жылдық ғұмырында үлкен игі істерді атқарған. Ол кісі жас болса да, ол кезде енді Ташкент деген жерлер қазақтың өзіне тиесілі жерлер болған. Сол кезде өтіп бара жатып андай кішігірім ұрлықпен айналысатын бос жүрген ұлдар қазақ балаларын жинап алатын да, соларды жинап интернатқа орналастырып, оларды оқуға түсіретін, көмектесіп. Тіпті сол кезінде өзі оқып жүрген кезде өзінің стипендиясын барлығын жинап алып беретін. Сол жігіттерге. Сөйте оқып отырмын, білмедім, бір 200, тіпті кетсе 500-ге жуық балаларды оқытқан десетін сөйтіп. Тіпті мұнда тек қана қазақ балаларын ғана емес, сондай-ақ қырғыздың халық ақыны Алы Тоқанбаевты да бала кезінде қаңғып жүрген жерінен тауып алған дейді. Яғни мұнда қазақ бар, орыс, қырғыз, өзбек балаларын осылай жинап
осындай қамқорлық танытқан дейді. Сосын ол кісінің басты идеясы да кезінде енді ол кезде алаштықтардың барлығы атылды, репрессияға ұшырады. Сол кісілердің ізімен жүрем деп үлгі тұтқан. Сондай нәрсе жасаған. Енді өзі 23 жасында белгісіз бір себептермен қайтыс болды десе де, өзімізге белгілі болып тұр ғой, белгісіз болса да кезінде. Сосын жас алаш деген газетті ашқан адам осы. Менді білмеймін, жап-жас болып осындай нәрселермен шұғылдану деген енді керемет қой. Не осындай идеалдарды, осындай адамдарды сыртқа шығару керек сияқты. Өйткені біз қазір айтып жатамыз ғой, қазақтардың арасында үлгі болатындар жоқ, біреудің артынан еріп кететіндер жоқ деп. Олар арамызда жүр, бар, болған, тек енді олар қарапайым болғандықтан қатты көзге көрінбейтін шығар деп ойлаймын енді өз басым. Осы кісі қой бағып жүрген балалардан бөліп алған деп айтады ғой кітапта. Иә. Қазақ баласы қой бағуға емес, білім алуға деп, білімге жетелеген деп. Иә, ол кезде КСРО-да әр мектеп бітірген адамдарға мысалы плакаттар, постерлар ілініп тұратын дейді. Мектеп бітіре салысымен қой бағасың. Міне саған идеальный жизнь деген осындай пропаганда болған дейді. Сосын көп қазақтың балалары оқуға бармай, осы ауылды жерде қалатын, қой бағып жүретін, әріп танымайтын, қара болатын да сол дейді. Осы пропаганданы естіп, олар намыстанатын, барлығына оқуға шақырып, сөйтіп үгіттеп сөйтіп жүрген, үгіт насихат жүргізіп сондай тұлғалар. Сондықтан пропаганда деген бұл да енді керемет нәрсе ғой. Сондай алып нәрсе. Оны дәл уақытында біліп, сезу, оған еріп кетпеу, бұл да маңызды болып табылады. Жаңа есіме түскені, осы кітапта Өзбекәліні мен таңғалғаным, осындай адамдар, интеллигент адамдар, адамды қарап бірден оның тегін, қасиетін, немесе талантын тани білген. Мысалы, осы Шәмші Қалдаяқовты білмейтін қазақ жоқ қой, бірақ Өзбекәліні білмейтін қазақтар табылады. Бірақ Шәмшінің Шәмші болуына ең бірінші Өзбекәлі өзінің үлесін қосқан. Ол филармониядан оқудан шығып кеткенде, оны дұрыс ортаға жетелеп, оның әрқашанда оның талантын өзіне айтып отырған екен. Сонда Шәмші сұрақ қояды, неге мені халықтың барлығы маскүнем дейді, бірақ сен неге мені әрқашанда көтересің деп. Сонда халық мені ұмытуы мүмкін, бірақ сені ешқашан ұмытпайды дейді. Сенің өлеңдерін барлығы халықтың жадында әрқашан жаңғырып тұрады деп. Және оған әртүрлі жерлерге жіберіп, Шахановпен таныстырып, сондай табиғи жерлерді көрсетіп, содан шабыт алып, өлең жазуына сонда үлесін қосқан екен. Сонда ойлаймын да, мысалы біз қазір жай көшеден көрейік, былай ортамызда көрейік, мысалы 2-3 күн ішіп жүрген адам көрсек, ой, ол кісі ішіп жүреді деп аса мән бермейміз да. Ал ол кісілер адамдардың таланттарын тани білген және оны аша білген. Сол қасиеттеріне таңғалдым. Құмарлықтары мен таланттарын екі бөлек қарастырған дейсің ғой. Иә. Мына кісінің, мына кітапты оқысаңыздар, мәдениет министрлігі болған, тіпті сол кезде қандай арнайы министерство құрды ғой? Идеология министрлігі болған екен кезінде, КСРО кезінде. Ол да мені таңғалдырды. Сонда істемеген шаруасы жоқ екен. Тіпті бар ғой, қазір Тайқазанның осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде орнына қайттан Эрмитаждан қайтып келуіне үлесін қосқан. Қазір біздің осы сәнден киініп алған Наурыз мейрамын жандандырған осы кісі. Иә, өте көптеген құнды заттар істеген. Расымен де осы мәдениет министрі болсаң осындай бол. Және музейді ашқан деп айтады. Ол тек қана адамды емес, сонымен қатар біздің қазақы дәстүр, қазақы өнер сіңген нәрселерді де жазбай таныған екен. Бірде қонаққа барған жерінен ит аяғын сұрап алады, астау, тамақ ішетін. Соны сұрап алады да, сонда үйдің иесі
таңғалып қалады, не үшін ол итаяқты сұрап тұр, одан да жақсы нәрсе бере аламыз ғой деп. Сонда да қоймай соны сұрап алып кетеді, соны музейге апарып қойған екен. Сөйтсе ол қазақтың итаяғындағы ою өрнегі бар, біздің салтымыз жаңғырып тұратын дүние болған. Ал ол жай ғана сондай жерде жатпай музейде тұрсын деген ниетпен соны алдырып өзі музейге қойған дейді. Иә, итаяқ пен астау демекші, бізде қазір андай сән болып кетті ғой, үлкен ағаштан жасалған астау деп беріп жатады ғой. Бұрынғы заманда дейді, осы ағаштан жасалған астаудан тек иттер ғана тамақ жеген дейді. Егер де сен адамға осы астаумен тамақ берсең, ол намысам сен мені құрметтемей отырсың ба, ит құрлы көріп отырсың ба деп кәдімгідей ыза болатын. Яғни бермейтін. Ал етті осы үлкен табаққа сап ортаға салатын дейді. Болды. Домалақ табаққа. Сомен ойлай қоямын, біз жарайды енді. Қазір енді ақырынап келе жатырмыз ғой деп. Бірақ енді қазір ол әдемі, иә, ағаштан жасалған, итке бермейміз ғой енді былай қарап отырсам. Бірақ негізгі мақсаты солай болған екен. Ит бізде дөңгелек, үлкен табақтан жеймін қазір. Бәрі керісінше болып кетті ма, иә. Осындай подкастқа келіп, өз білгендеріңізбен бөліскендеріңе көп-көп рахмет. Мен үшін Айгүл бұл нағыз заманауи қазақ қызының прототипі. Өйткені барлығын біледі, бөлісіп отырады. Осындай бір өзі керемет, осындай әшекейлерді өзі жасайды, айтпақшы. Маған осындай белдік сыйлаған еді. Сондай роу модел болып отыр қазіргі заманда. Рахмет.